Түркістанның оңтүстік батыс беткейінде орналасқан мына ауылда 1924 жылы бір нәресте дүниеге келеді. Ол нәрестеге кереметтей Алланың құлы деген есім қойылады. Осы ауылда білім алып және 16-17 жасында Түркістан қаласындағы вокзалда слесарь болып қызмет атқарады. 1942 жылдың қыркүйек айында әлгі жігітті әскер қатарына шақырып, одан кейін соғысқа аттанады. Орталық Азиядан бірден Европадағы Украинаға тап болады. Алдыңғы шетпе жүретін 159 батальон бірінші фронтқа келіп түседі. Яғни 159 батальон ол саперлар батальоны болатын. Әлгі жігіттің соғыстағы мамандығы сапер еді. Мина, бомба сияқты ауыр қаруларды залалсыздандыру. Дәл сол жылы 1942 жылдың 7 желтоқсанда Украина жерінде үлкен шайқас басталады. Поселок имени Сталин деп аталатын жерге жау тарапынан неміс танкілері ауылға кіріп келеді. Батальон командирі әлгі жігітке танкілер жүретін жолдарға миналарды қою керек деп бұйрық береді. Берілген тапсырманы асқан жауапкершілікпен орындап жатқан солдатты жол жиегінде жүріп келе жатқан танкі біздің солдатымыздың миналарды қолына ұстап жүргенін байқайды. Танкідегі неміс солдаты танкінің ұшын бұрып біздің жауынгерімізге оқ жаудыруға дайын еді. Алайда танкі мен жауынгері арасындағы қашықтық 50 метр болған кезде біздің жауынгеріміз қолындағы минаны іске қосып, жүгіре жөнеліп танкінің астына түседі. Және ол сол әрекетімен әжептәуір бір неміс танкісінің батальонын жоқ қылады. 19 жасқа енді толған бала ешкімнің қолынан келе бермейтін жауды өлтіру үшін өзінің жас ғұмырын құрбан етіп үлкен ерлік жасады. 19 жасында адамға берілетін даңқтың ең үлкенін алды. Кеңес одағының қаһарманы. Ондай даңқты алған адамдар саусақпен санарлық. Ұлы Отан соғысына қатысқан ата-бабаларымыздың ерліктері өте көп. Бір-бірінен асып түседі. Алайда ерекше көзге түсетін осы Түркістанның қасындағы ауылда туылып өскен жігіттің ерлігін ерекшелеп айтып шығу мен үшін үлкен мәртебе. Міне, 19 жасында отандық борышын орындап, өмірін қыршыннан қиған адам сенгісіз ерлікпен қаза тапқан батыр жігіт Абдулла Үсенов болатын. Қазіргі ұрпақ осындай кісілердің ерлігін ұмытпаған жөн. Себебі Теке ауылында туылған Абдулла Үсенов атамыздың ерлігі осы ауылдағы және әрбір қазақтың жүрегінде орын алуға әбден лайықты.